Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы киелі киіз үй деп аталады. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарастарды ажырата білу, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану. Балалар, бүгін біз киелі киіз үйдің ерекшеліктеріне тоқталамыз. Қазір аудио мәтінге көңіл аударайық. Киіз үй туралы аудио мәтінде толық мағлұмат берілді. Енді киіз үй тек баспана ғана емес екен. Ол сәулет, құрылыс, сурет, қол өнер сияқты бірнеше өнердің басын құрайтын ғажайып туынды. Оның бірнеше түрлері де бар. Ол ағаш киіз үй ішінара күмістен құрастырылады, әрі көшпелі құрылыс түріне жатады. Өте ыңғайлы. Бағалау критерийі: тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді, факті мен көзқарасты ажырата біледі, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолданады. Оқушылар, 23-ші бетте кідіріс әдеби тілдік нормаға көңіл аударамыз. Кідіріс үшке бөлінеді: грамматикалық кідіріс, психологиялық, логикалық болып. Сөйлеуде қажетті жерінде жасалған кідірістің маңызы зор. Бұл баяндама оқығанда ғана емес, күнделікті сөйлегенде де ескеретін нәрсе. Мысалға, грамматикалық кідіріске тоқталатын болсақ, белгілі бір грамматикалық ережеге сәйкес жасалады. Мысалы, бірыңғай мүшелер, құрмалас сөйлемнің арасында кездесетін кідірістерді сіздер өте жақсы білесіздер. Мысалы, киіз үй тек баспана ғана емес. Яғни мен киіз үйден кейін не істедім балалар? Кідіріс жасадым. Ал енді психологиялық кідіріс бұл көбінесе сахналық қойылымдарда кездеседі. Мәтіннің мазмұн мағынасына, кейіпкердің іс-әрекетіне, көңіл күйінің құбылысына байланысты кідірістер болады. Оны қобалжу кідірісі деп те атауға болады, Ал логикалық кідіріс бұл сөйлемде айтылатын ойға қазық болып тұрған сөзді көтеріңкі айтып, дауыс кідірісі арқылы жеткізуге болады. Мысалы, киіз үйдің пайдасы орасан зор. Немесе киіз үйдің пайдасы орасан зор деп әртүрлі кідірістің орнын ауыстыруға да болады. Балалар, қазір 22-ші беттегі мәтінді оқып, ой түрткі сұрақтарға жауап беріп,
6-шы тапсырманы орындап маған жібересіздер. Кері байланысты жазуды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабаққа көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет айтамын. Сау болып тұрыңдар.